Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге алма қосылған ұлы дейді айдайтын боламыз. Менің видеоларымды жібермеу үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен екі үлкен алмамыздың жуып, сыртын тазалап ашып аламыз. Сыртын ашып болғаннан кейін алмамызды үлкен немесе кішкентай теркіден өткізіп аламыз. Алмамызды теркілеп болдық. Енді үстіне екі жұмыртқамызды жарып саламыз. Жарып салғаннан кейін екеуін жақсылап араластырамыз. Араластырып болып, үстіне 1,5 стакан айранымызды құямыз. Айран болмаса, ашыған сүттеріңіз немесе үйіп қалған сүттеріңіз болса, орта құйсаңыздар болады. Олармен де өте дәмді болып шығады. Енді үстіне 2 ас қасық қантымызды саламыз. 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Жарты шай қасық содамызды және 1 шай қасық разрыхителімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне енді 200 граммдай ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қоймалжың масса шығады. Міне дайын болды. Енді табамызды қыздырып, үстіне май жағып, осындай қылып құйып, шамалы тегістеп жағып шығамыз. Отымызды қатты отқа қоймаймыз. Қатты отқа қойсаңыздар, ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан баяу отта барлығын жақсылап пісіріп аламыз. Әр салған сайын табамызды майлап отырамыз. Міне біздің алмадан жасалған ұлы дейміз дайын болды. 15-20 штуктай шығады. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Бұны әсіресе балдар сүйіп жейді. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.